Ал достар, міне заттардың бәрін жинап тапсырайын деп жатырмыз үйімізді. Мен қатты сағынатын боламын. Осы жерде жарты жылымыз өтті. Анам, жылайын көздесең. Қатты шаршадық. Кедей болсаң көшіп көр демекші. Аэропортқа келдік. Сағат 8:30 болды. Достар, менің негізгі мамандығым ол егістікпен байланысты. Мынау Кореяның аэропортын қараңыздаршы. Өздері осылай өсіріп жатыр. Және осыдан сэндвич жасап сатып жатыр алдында. Қазір көрсетем. Қаға кеп қалып жүрсіз?